Жемқорлық ол дерт қой. Қазақстан әлі де жемқорлық жайлаған елдер қатарында тұр. Transparency International ұйымының жемқорлық индексінде Қазақстан 100-ден 40 ұпай жинап, 180 елдің ішінде 88-ші орынға тұрақтады. Бұл былтырмен салыстырғанда небәрі 1 ұпайға жоғары. Яғни елдегі жемқорлық деңгейі айтарлықтай өзгермеген. Индекс шкаласы бойынша 0 ұпай жемқорлықтың ең жоғарғы деңгейін, ал 100 ұпай жемқорлық мүлдем жоқ дегенді білдіреді. Қазақстан бұл көрсеткіш бойынша Вьетнам, Суринам және Солтүстік Македониямен бір деңгейде тұр. Ал жемқорлық деңгейі ең төмен елдер қатарында Дания, Финляндия мен Сингапур бар. Постсовет елдер арасында Грузия Қазақстаннан әлде қайда алда тұр. Ал ең төмен көрсеткіш Ресей мен Қырғызстанда тіркелген. Transparency International Қазақстанға бюджет шығынын цифрландыруды, демократиялық реформаларды күшейтуді, жемқорлық жасағанға жаза күшейтіп, заңсыз алынған активтерді қайтаруда ашық болу ұсынды. Ұйымның Қазақстандағы директор Мұрат Данияр сыбайлас жемқорлықты елдің дамуын тежейтін бас кедергі деп, тәуелсіз бақ, азаматтық қоғамсыз және билік жауапты болмай, өзгеріс мүмкін емес екенін айтты. Ал журналистер мен белсенділерге қысым көрсетуді қауіпті белгі деп бағалап отыр.